Ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы кеш. Сіздермен Қуат Ахмет. Эфирімді бүгін алғыстан бастағым келеді. Қазақстаннан бір бауырым, інім осындай бір судай жаңа ноутбук сатып берді. Алла разы болсын. Мұны және бір бізді қатты қолдайтын қарындасымыз осындай микрофон сыйлады. Алла разы болсын. Енді осы ноутбукпен алдында кезінде Пан Василь арнайы осындай ноутбук сатып берген $900. Бірақ қиын жағдайлар болып қысылғанда, бәлнеске түскенде сатып жердім. Сол әңгімемді естіп, бір қазақ інім, аға сізге бұл керек қой, бір емес, 2 компьютер керек, бір телефон керек деп, осыны сатып алды. Керемет. Енді мынау микрофонды көрейік қандай. Мынау бұл жерге қыстыратын. Міне мынандай микрофон. Мынау сымсыз микрофон екен. Енді распаковка жасай. Мына ішінде не бар екен? Көрейік. Мынандай сымы бар екен, және мынау арнайы айфонға міне осындай. Рахмет достар, елім, жұртым. Алға Қазақстан, слава Украине. Достар, енді осы ноутбукпен пайдаланып бір халқыма, ұлтыма қызмет етуге бір пайдасы тиет деп, осыны сыйға сатып берген азаматтарға алғысымды айтқым келеді. Бүкіл ұлтшыл қазақтардың атынан Алла разы болсын, осын жұмысқа пайдаланамыз. Ондықтан қазір алдында айттық қой, бір кішкене тынышталып жан-жаққа қараймызды. Кім қандай адам, уақыт өзі көрсететті. Аналар көп сөйлей бергендер сөйлей берсінді. Біз соларды қарап, ақ қарасын ажырата аламыз да, және уақыт бәрін өз орнына қояды. Кім сатқын, кім 200-ді. Өйткені білесіздер, алдында біз тіл майданды бастағанда бір мода болды, тіл жанашырлары, тіл майданы деп кеудесіне қақты. Енді байқадыңыздар ма, мынау қазақ даласына жаңа бір мода, тренд деп айтуға болады. Біз енді ұлтшыл деп едік. Қазіргі Қазақстан блогерлерде ұлтшыл деген сөзді жиі пайдаланады, және оның бір мәні сәні кеткенде, Нұр Отан секілді қайдағы жоқ біреулер анау
Нұр Отан, Ақ жол деген қандай керемет сөз. Онда Ақ жол. Қазір блогерлер де солай да, ұлтшыл деген сөзді оңға да, соңға да лақтыра береді, пайдалана береді, боқтап сөйлейді. Сол ұғымды толық сезіне алмайды ондай адамдаршы. Өйткені қазақи тәрбие көрген, шынайы ауылда өсіп, асық ойнап, көкпар тартып, қой бағып, мүмкін соның иісін иіскеп, айтыстарды тыңдап, ішкі болмысы қазақ болып, солар ғана түсінеме деп, және де эфирлерді міндетті түрде адам саны аз болса да, егер де біз шынайы ұлтшыл болсақ, шынайы тіл жанашыры болсақ, онда қазақша жүргізу керек. Онда біз өзіміз 200-ді адамбыз ғой. Біз қалай ұлтшыл, қалай патриот, қалай тілге күрескер боламыз, егер де өзіміз эфирлерімізді орысша жүргізсек, және айтсақ, орысша бәрі түсінсін деп жүргізіп жатыр. Кім үшін? Егер де біз өзгерісті қаласақ, өзгерісті өзімізден бастау керекпіз ғой, дұрыс па? Біз жастарға қандай үлгі боламыз? Эфирімізді қазақша жүргізіп, өтірік ұлтшыл деген сөздің бір қалай арзандатып жатырықты, ұлтшыл деп айқайлап, толық орысша сөйлеп, эфирді орысша жүргізіп, сонда ұлтшылдығы қай жерде? Сол достарым, осы мені, тек қана мен емес, осы тіл майданының жолында келатқан ұлтшыл, шынайы, қазақи, неше түрлі әңгімеге ермей, кейбіреулері тұрақтылығы жоқ та, былай былқылдақ. Біресе мені қолдайды, сосын боқтап кетеді, Марғұланды қолдады, оны да жаманды ұмытып кетті, сотталды ма. Мен кетіп қалдым, мені де ұмытып кетіп, анаға секіріп кетті. Бір нақтылығы, нық тұратын бір еркектігі жоқтар көпті, секіре береді. Былай. Ол еркекке лайықты бір нәрсе емес, тұрақтылық керек та. Табандылық таныту керек, тұрақтылық керек. Мен сырттамын, бірақ мен сынып қалған жоқпын ғой. Мен барып бір аузыма ие болмай, сүмірейіп, эфирде кешірім сұрап, маған сенген адамдардың үміттерін мен ақтап жатырмын, және мен кешірім сұрадым, мәжбүр болдым, мамам айтты, әйелім айтты, бүйттім, сөйттім. Жоқ, біз күресімізді қалай бастадық, солай тура жолда келе жатырық. Оңға соңға бір әйелдің ісі секілді былай болып тура келе жатырмыз. Тура жолымыздан, өзіміздің ұлтшылдық идеямызға, шынайы ұлттық мемлекетке жететін жоспарымыз, қалай жоспарландық, солай келе жатыр. Және егемендікке күресіміз әлі алда. Қазақтар, білесіздер сіздер, біз қазір егеменді ел емеспіз. Конституциямызда орыс тілі бар. Топырағымызда Ресейдің әскері бар. Толық 2600 орыс мектебі бар. Және біздің халықтың ойын айтатын саяси күш жоқ Қазақстанда. Соны қалыптастыратын біз. Бірақ біз ұлтшылдар, түрмеде бар, шетелде бармыз. Сіздер халық болмасаңыздар, менің қолымнан ештеңе келмейді. Сіздердің қолдауының
арқасында мен әлі келе жатырмын. Осыны ұмытпа, ұлтшыл қазақ, жас қазақ, хабарлас. Біз не үшін осы күреске басымызды тіктік? Не үшін біз сотталдық? Не үшін біз қудалауды көріп шетелге кетуге мәжбүр болдық? Басымызды тіктік. Бірақ сендердің үміттеріңізді ақтадық қой, кешірім сұраған жоқпыз. Извините, мен кешіріңіздер, бұлай, маған ату қылмыстық, ондай сүмелек болып, бейшара болып, кешірім сұрап эфирде, немесе мынаны қолдаймын, Назарбаев кетіп қалғаннан кейін оны жамандап, енді Тоқаевтың жоқ, біз ондай екіжүзділік танытқан жоқпыз. Сіздерге керек па осындай мықты көш бастайтын жігіттер? Иә, біз бармыз. Біз осы ұлтшыл идеясын қалыптастырамыз. Соны бірге жазамыз, бірге мақсатқа жетеміз. Заманымыз әлі келеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Хабарласыңыздар. Өшерде мен байланыс номерім, WhatsApp номерім бәрі өшерде болады.